Подавес қыздан сұрадым. Сосын бұл давлениеге жақсы көмектеседі. Қалай ішетінін, қалай нелерін айтты. Сол бойынша іштім. Бірақ давлениемді түсірді, көмектесті. Одан кейін барып 2 айдан кейін осындай аллергия шығып кетті. Енді ол кезде басым қышыды, не қылды ол кезде өз-өзімен әлі больницадан больница. Бірінші басым қышыды. Одан кейін денеме шықтық, жайлап. Бұл бірден шыққан жоқ ол. Арқаларын кешке қарай қышыды, майда нелер шықты. Үйге участковый врач шақырған, ол көрді да аллергия деді. Назначение берді. Назначениесін барып салғызып келдім. Салғызып келгеннен кейін қышығаны қоймады. Одан сайын қышыған сайын денеме шыға берді. Қайтадан келгенім врачым приемный покойға жіберді. Ол жерде назначение берді. Система алдым. Тек үйге қайттым. Аллерголог қаладым. Аллерголог кор деді. Ол назначение берді. Оны салдым. Сөйтіп ертесі жұмысқа шығайын деген кезде азында уже денелерім бәрі шығып, қатты шықпаған енді, жаба басталды. Кішкентай үлкейіп, беттерім, көзім ауырды, беттерім, ауыздар, еріндерім, жұтынамадым. Одан кейін скорый шақырдым, скорыйлар инфекционныйға апарды. Скорый емес, біздің признак емес деді. Қайтадан осы екінші ауруханаға жіберді. Бұлар қайтадан назначение беріп, прием покойда кешкі 8-ге шейін жаттым. Врачтарды шақырды, анализдер алып, сосын жатқызды. Тоқтамады, қайта шыға берді. Одан кейін реанимацияға түсірді. Реанимацияда жаттым. Сояқтың системаның нелерін алғаннан кейін тоқтады. Тоқтағаннан кейін кеше палатаға қайтадан шығады. Врачтардың несімен кеу бөлек дейді, сосын астына жаңа тер шығу. Қазір алғашқы кезден әлде қайда жақсы. Бірақ енді әлі де бар, тырысып тұр, неғып тұр. Көрді, неден бір тоқтау, енді анау терлердің түсу нелері процесс басталды. Қышымайды, тырысады, құрғап жатыр денелер. Терлер кеу түсу керек. Өкінгенде не пайда? Болатын нәрсе болды. Болған нәрсеге өкінбеймін. Ішкі органдарының ешқайсысына зиян тиген жоқ. Құдайға шүкір оған. Бірінші учет соған ырзамын, Құдайға ырзамын. Екінші дәрігерлерге рахмет. Үшінші өзімнің шыдамдылығыммен, бауырларымның көмегінің арқасы. Бұл науқас бізге өте ауыр жағдайда келіп түсті. Келген сразу реанимация бөлімшесіне жатқызылды. Реанимация бөлімшесінде 10 күн бізде интенсивті терапия алып, кеше 18 декабрь күні отделение аллергологияға ауысты. Келген кездегі жағдайы нашар, себебі температурасы жоғары болып келді, 39 градус температурасы. Тер аймағында бүлдіреген где-то процентов 70% высыпание болды, температура, ауырсыну, тошнота и низкое давлениемен келді. Қазір жағдайы бір қалыпты болған соң отделениеға ауыстырды. Бұл кісінің айтуы бойынша где-то 1 ай көлемінде өзі интернеттен көріп, давление түсіретін средства тапқан, оны осы біздің Шымкент қаласында бір магазиннен алған. Кәдімгідей стеклянная бутылка, өзі айтып отыр ғой, стеклянная бутылкада дайын раствор. Ол раствордың ішінде куркума және яблочный уксус и имбирь қосылған 3 средствода кәдімгідей жидкостный түрінде раствор. Соны кәдімгі қасықпен іштім дейді, күнделікті 1 қасықтан іштім дейді. Сосын 1 ай көлемде демалған. Сол ішкен кезде давлениені түсірді дейді. Енді бүйтіп сұрастырсақ, ол науқастың шли давлениесі енді бүйтіп алып баратқанда 170, 180 емес, 160-тың көлемінде болған давлениесі, соған ішкен. Мынандай дәрі-дәрмектер ішпеген. Енді айтайын деген, бұл біз зерттедік, куркума дегенді вообще білесіздер да, куркума деген это специи. Біздің Қазақстанға арналған, Қазақстанға арналмаған специя, сол үшін біздің адамдарда, жители Казахстана, нет ферментов, которые расщепляли бы этот специи. Бұл енді в Индии, странах Азии, Средней Азии распространенные специи. Сол үшін оның ішінде құрамда оқысақ тяжелые металлы, особенности свинец бар екен. И біздің енді мнениеміз, сол свинец синдром накопления дейді. Почему бұл ішкен кезде шықпады деп көбісінде сұрақ болатын шығар. Например, бұл кісі 1 ай алдын ішті, неге сол мезгілде шықпады бұл аллергия деп. Синдром накопления, бұл организмді жиналады. Содан кейін реакция замедленного типа. Быстрый темппен емес, замедленный типпен осындай формироваться еткен. Сол үшін осындай ауру түріне алып келген аллергияның. Келген кездегі диагноз синдром Стивенса-Джонсона, тяжелое течение. Ол енді өте грозное осложнение вообще лекарственной аллергии. Самый грозное осложнение синдром Стивенса-Джонсона, одан кейінгісі, значит, синдром Лайела дейді.
екеуінің айырмашылығы синдром Стивенса Джонсона и Лайеланың, например, Лайелада 100% поражение кожи болады. Бұл кісіде где-то 60-70% поражениесі болды. Сол үшін сондай диагноз қойылды. Неге ол ішкі құрылысы қалай аман қалып, неге тек сырты ғана? Ну, это значит, действительно тяжелый түрі болады. Бұл кісіге повезло. Может быть, от того, что ертерек келді бізге. Енді бұл высыпание шыққаннан кейін, и тем более замедленный тип деп айттым ғой бағана. Аллергия немедленный тип деген болады, тез развиваться етілетін. Где-то бір сағаттың ішінде, бір аптаның ішінде, и замедленный тип осында 10 күннен кейін бір ай көлемінде развиваться ететін аллергия. Бұл кісіге повезло, что внутренний органның поражениесі жоқ, что замедленный тип, жайлап развиваться еткен процесс болды. Ну, тем не менее, неде қанда өзгерістер болды, бауырдың поражениесі болған, бауырдың анализдер жоғары шықты бұл кісіде, почканың анализдер жоғары шықты. В любом случае, поражение, ішкі құлыстың поражениесі болған. И больше процент кожа поражение болып жатыр бұл жерде. Бұндай жағдай бізде бір жылда бір рет кездеседі, бір рет, екі рет, былтырғы жыл екі случай кездескен, бірақ благоприятный исход дейміз ғой, жақсы емдеп шығардық. Бұл жылдыққа биылдықта бірінші случай болып тұр, тоже благоприятный исходпен, хотя литературада описывается, что здесь где-то большой процент смертельный исходпен аяқталады бұндай аурулар. Если кешігіп келсе, если, например, ішкен дәрісінің көп мөлшемде болатын болса, тогда смертельный исходпен шығады бұндай науқастар. 10-15% смертельный исход береді. Бірақ біздің ауруханада бұндай нелер кездеседі, көп емес, жылда бір рет, екі рет кездеседі, жақсы благоприятный исходпен. Олар неден емделемін деп ішкен екен? Алдыңғылар, например, китайская медицина. Бір клиника бар екен, тоже Чимкентте китайская, капельница салат для общего иммунитета. Просто күш-қуат беретін дәрі дейді. Ол на китайском языке сырты жазылған, даже білмейді, мен халыққа енді өте поражаюсь, да, қалай сауатты вроде бар халқымыздың. Но тем не менее сыртында қытайша жазылған, сол дәріні қорықпайды, 5 күн алады. Значит, оныкі быстрый тип болған, 5-ші алып атқан кезінде болады реакция, бізге алып келеді. Ол кезде поражение кожи прям сағат сайын өзгеріп тұрды. Бұл кісінікі апта сайын өзгерсек, например, 3-4 күнде бір өзгерсе, ол кісінікі сағат сайын өзгерді кожасындағы поражениялар. Сөйтіп, ол кісі даже гемодиализға түсіп қалды, почкасы отказ берді, ол кісінікі диализға алып, аппаратпен почкасына өз қалпына келтіріп, 25 күн дегенде шығардық. Бұл кісі енді құда қаласа 10 күнде өз стабилизация болды, енді тағы да 10 күндей көреміз. 20 күн вообще курс лечения 20-25 күн бұндай аурулардың. Құдай қаласа 20 күнді жақсы етіп шығарамыз деп отырмыз. Где-то 10-15 күнде жатады тағы да. Мына кожасы полностью көрдіңіз бағанада, сыпын бәрі енді бір сыпыра терісі түседі, обновляется кожа, бірақ восстановление болады кожи, восстановление болады, оған енді уход керек үйінде де, потому что кожа білесіздерді, сәл неғысы да инфекция түсіп кетсе іріңдейді, трещиналар болса, сол үшін бұл кожа қазір сушить етеді, құрғайды, тартылады. В общем, несі көп, уход керек, жақсы уходпен, бірақ кожа полностью восстанавливается етіп өз қалпына түседі.